Қайырлы күн, қымбатты әріптестер. Менің есімім Ашырбаева Шолпан Сабыржанқызы. Мен Шымкент қаласы номері 15-ші мектеп-лицейінде қазақ тілі пәнінен сабақ беремін. Әрбір сабағымды Ыбырай Алтынсарин атамыздың "Кел балалар оқылық, оқығанды көңілге, ықылас пен тоқылық" деген өлең жолдарымен бастаймын. Және менің өмірлік ұстанымым мұғалім болу, оқушыларды өз балаңдай жақсы көру. Педагогикалық идея тақырыбы ойын сабақтарында ойын элементтерін қолданып және оқушыларды топқа бөлу арқылы қазақ тіліне деген қызығушылықтарын арттыру. Қазіргі әлемді жайлаған пандемия кезінде және карантин жағдайында мұғалімдер онлайн сабақ беру үрдісіне көшті. Дегенмен өз мамандығын, өз пәнін сүйетін мұғалім шығармашылық жұмыспен айналысу керек деп ойлаймын. Сондай-ақ өмірлік тәжірибемде қазақ тілі сабақтарында бастауыш сыныптары болғандықтан ойын сабақтары көптеп өтілу керек. Өйткені ойын сабақтары балдардың көру қабілетін, ойлау қабілетін арттырады. Және де әрбір оқушы "Апай, келесі ойын сабағы қашан болады?" деп сабаққа асығып келеді. Сондай-ақ ойын сабақтарында топқа бөлу әдісі жүзеге асырылады. Мысалы, жыл мезгілдері тақырыбы болса, осындай көрнекі құралдардың алатын орны ерекше. Оқушылар екі топқа бөлінеді: қыс тобы, күз тобы. Сондай-ақ топқа бөлудің оқушылар өміріндегі алатын орны өте зор. Өйткені оқушылар мектеп табалдырығынан бірге бірлесе жұмыс істеуге үйренеді. Ал қазіргі карантин жағдайында біздің ұранымыз "Біз біргеміз". Сонымен қатар сабақтар барысында топқа бөлуде мынадай әдемі түрлі түсті шарлардың, мынадай әдемі түрлі түсті гүлдердің және де осындай әдемі көрнекі құралдардың алатын орны ерекше. Мынадай қобдиша болса, оған сіз керекті сұрақтарыңызды, сабақ тақырыбына байланысты заттарыңызды салып, оқушылардың көру, ойлау қабілетін арттыруларыңызға болады. Сөз соңында айтарым, әрбір шығармашыл жұмыс істейтін мұғалімнің мәртебесі қашанда биік болсын. Зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет.